Мұқағали Мақатаев қазақ поэзиясының асқар шыңы, ғасыр ақыны атанған бір туар тұлға. Оның шығармашылығы шынайылығымен, қарапайымдылығымен және терең лиризмімен миллиондаған жүректі жаулап алды. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек бұрынғы Нарынқол ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келген. Оның балалық шағы сұрапыл соғыс жылдарына тұс келді. Әкесі Сүлеймен майданында қаза тауып, Мұқағали ерте есейді. Мұқағали тірі кезінде лайықты бағасын ала алмаса да, артына өшпес мұра қалдырды. Оның өлеңдері махаббат, отан, ана, табиғат және адам тағдыры туралы сыр шертеді. Ақын 1976 жылы 27 наурызда 45 жасында Алматы қаласында дүниеден өтті. Ол өз өлеңдерінің болашаққа бағаланатынына кәміл сенді, және ол сенімі ақталды. 1999 жылы оған аманат жыр жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Оның азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали. Ақынның көптеген өлеңдеріне ән жазылып, халық арасында кең таралған. Менің орындауымда Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңі. Үш бақытым, ең бірінші бақытым халқым менің, соған бері мойымның алтын келеді. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан тартқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен түңілмедім. Кейкеде дүниеде түңілсем де, қасиетті тіліме түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан берем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай ақ кел тағы отал менен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер. Немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық өтпей кейсін. От емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені бұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау Алтай арқа Алатауға. Екінші өмір Мұқағалидың өлмес жылдарында. Назарларыңызға рахмет.